негізі референдум деген ол әр адамның өзінің құқығын білдіру, дауыс беру құқығын білдіру да. Сондықтан мен осы референдумға бар жастарды қатысуын шақырамын. Бұл референдумның қазір жасалып отқан Конституцияға біраз өзгерістер енгізеді. Сол өзгерістер біздің былайша айтқан кезде билік пен халықты жақындаттырады. Сондықтан бұл референдумға халық түгел қатысқаны дұрыс. Көптеген өзгерістер болып жатыр. Мысалы, Конституцияға 33 бапқа 56-дан астам тармағына өзгерістер енгізіліп жатыр. Жастардың белсенді болуы, ол дегеніміз бұл Конституцияға қолданып жатқан өзгерістердің бірі сол жастарға арналған ғой. Өйткені жастар ол біздің болашағымыз, сол Конституциямен ары қарай өмір сүретін сол жастар. Сондықтан бұл өзгерістерге жастар атсалысу керек. Өздерінің жаңағы болашағын ойлайтын жастар осы референдумға қатысу қажет. Бәріміз Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан бәрімізге референдумға қатысу негізі міндетті. Өйткені референдумда бүкіл халыққа байланысты ең маңызды сұрақтар ғана қойылады. Референдумның өзінің ерекшелігі сол. Бүкіл мемлекетімізге қатысты маңызды сұрақтарды қолдаймыз немесе қолдамаймыз деген ғана сұрақ жауап болады. Біз өзіміз демократиялық мемлекет деп санаймыз, дұрыс па? Демократиялық сөз дегеніміздің өзінің түсінігі бар. Демократия деген сөздің түсінігі халық билігі деген сөз. Ал енді оны айта кететін болсақ, халық билікті қалай жүргізе алады? Халық билікті өзінің депутаттар сайлаған адамдар арқылы сол билікті жүргізеді. Ал енді ол билік жүргізген кезде күшті парламент болса, сол күшті парламент халықтың ойын атқарушы билікке жеткізеді және соны істеткізеді. Айналадағы адамдар барлықтар өзінің азаматтық борышын орындау керек. Соның арқасында ғана біз түсінеміз, бұл қажет па, қажет емес па бұл сұрақтың бәрі.